косметичкаларымды жинап отырмын. Сіздерге бір шолу жасайыншы деп ойладым. Осы жерге тональный крем, кушон, пудраларым салып жатырмын. Ала бергем. Жақында Парижге барғанда Сефорадан қос-қостап алғам ғой. Мына тоналка Шанель, үшеуін алғам. Мына күнделікті қолданып жүрмін, күшті. Мына кушонды қолданып жүрмін. Живаншидің пудрасының барлық цветін алғам. Мен рилстардан көріп алам да, соларды алғым келеді. Бірақ қолданбайым, барлығы новый тұрады осылай. Бірақ енді алмайтын шығармын. Біраз жылға жету керек. Мейкап артист сияқтымын. Ал мына жерде все для губ, бальзам, блеск, помада. Тоже екі-үшеуден алып қойғам. Бізде жоқ. Мен негізі бұрынғы күнде боянатын, тойға, концертке баратын кездерімді сағынатын сияқтымын. Бәрін жинап жүрмін ғой. Бұйыртса, босанып алайын. Шығам ғой. Масканың енді шегі жоқ. Холодильникте толып тұр. Мұндай көрсетпейтін едім. Сіздерге тек декоративны көрсетіп жатырмын. Ал уходтарымды көрсетпеймін. Парфюмдарын көрсетпеймін. Жинап сіздерге көрсетіп отырған косметиканың барлығы новый, күнделікті қолданатыным басқа жерде тұр. Тағы да кіргенде осылай қос-қостап алып қоймайын деп қарап қойып жатырмын. Бұның бәрін енді қызыма да бере алмаймын, ол менсінбейтін шығар. Мамам мынаның бәрі ескі деп. Крем для рук, масло, сабын, суға түсудің өзі осындай шығын барлығы.